Қайырлы түн, құрметті көрермендер. Бұл түнгі ауысым подкасты, немесе подкаст ночной смены. Байқап тұрғаныңыздай, бүгін біздер қазақша бастап жатырмыз, және бүкіл шығарылымды қазақша жүргізуге ниет еттік. Өйткені бізде бүгін ерекше қонақ, оралдық белгілі тревел блогер десек те болады, Темірлан Мұқашев мырза, қош келдіңіз. Кеш жарық, рахмет шақырымдарыңыз. Қалайсың? Жақсы. Жалпы сенің ютубтағы подписчиктарың дейді ғой, сені жан-жақтан тану керек, енді Қазақстанның неше түрлі бөлігінен. Бірақ достарымызбен, таныстарымызбен әңгімелескен кезде оралдықтар көп тани бермейді екен, кейбір адамды. Сондықтан саған бірінші өтініш өзің туралы айтып кету, өзіңді таныстырып кету, жалпы Темірлан деген кім деген сияқты осы сұрақтарға жауап берсең басынан. Жалпы менде инстаграмда статистиканы қарасам, көбіне оңтүстік өңірлер қарайды мені, Ақтауды қоса. Бірақ солтүстік өңірлер бірінші бестікте жоқ. Сондықтан негізі мені Оралда көп танымайды, өйткені қазақша контент болғасын. Енді өзім Темірлан Мұқашев, YouTube блогер, саяхатшымын. Осы Орал қаласынамын. Біреулер сұрайды, мүмкін сен басқа жақтан боларсың деп, мүмкін жарайды, Оралда мүмкін кейін көшіп келген боларсың деп сұрайды. Бірақ жоқ, мен толығымен Орал қаласынамын, Оралда туылдым. 5 жасыма дейін тек қана ауылда өстім, переметныйда. Енді қайтып сосын Оралға көшіп келдік, болды 5 жасына бері Оралда тұрып жатырмын, толығымен Оралдікімін. Сол енді өзім қазақ тілінде саяхатшы блогермін, тревел блогер дейді ғой. Сол ютубта жалпы енді қазақ тілінде саяхат блог жүргіземін. Ал жалпы өзіңнің ойынша неге сенің контентіңді именно сол оңтүстік жақтағы көрермендер қарайды, және Ақтау жақтағы көрермендер қарайды деп ойлайсың? Меніңше, өйткені бұл жақта қазақ тілі қолданысы кеңірек біздің өңірге қарағанда. Бірақ біреулер ойлайды, Орал қаласында қазақ тілде аз сөйлейді деп. Негізінде олай емес қой. Мен былай негізінде ойладым, мүмкін азырақ сөйлейді, бірақ басқа қалаларда болғасын көзім жетті, Оралда қазақ тілі тәуір деңгейде негізі. Жалпы стереотип бар да? Стереотип, Орал бұл дейтін солтүстік болғасын деп. Бірақ негізі мына жақ өте қазақшаланған өңір болып саналады. Сол жаңағы айтқым келген мәселе, баяғыдан бері, мысалы, бізде өткенде Артур Давлетеров деген әнші болды, қонағымызда сол кезде айтатын, мысалы, ода да подписчиктар саны көп, мысалға, жан-жақтан таниды, и основной жаңағы подписчиктары оның оңтүстік жақтан екен. Сонда айтатын, ол мен Алматыға барсам, немесе оңтүстікке барсам, онда деген мені дейтін көшеде таниды, суретке түсе бастайды дейді. Ал Оралға келсем, мен өзіміздің баламын ғой дейді, просто магазинге жаңағыдай шлепкамен, тапочкамен шыға саламын да, тек бара қоямын дейді, ешкім мені мазаламайды жолда дейді. Сол сияқты ғой, жаңағы осы ситуацияда жаңағы ұқсас болып тұр. Қаланың ішінде жалпы ешкім тани бермейді де, ал жан-жаққа шықсам, мүмкін уже сені біліп жатқан адамдарды барып шығар деп ойлаймын. Алматыда жүргенде, Алматыда мені көбірек таниды Оралға қарағанда. Көшеде келе жатасың, артынан бір келіп қалады, Темірлан Мұқашев емессіз ба деп, фотоға түсуге бола ма деп. Ал Оралда бұндай жиі бола бермейді. Жалпы өзіңді қай қалада, Қазақстанның қай қаласында еркін сезінесің? Жалпы ең көп рет болғаным Алматы болды. Сондықтан енді Оралда еркін сезінемін өзімді, Алматыда еркін сезінемін. Жалпы барлық қалаларда еркін сезінетін сияқтымын. Таразда болдым, сосын Астанада болдым, Ақтауда 1 күн, Шымкентте 3 күн, барлық жерде еркін сезінемін. Танымалдылық жағынан, мысалға, біреулер дейтін танымал жаңағы подписчиктар көп болғанда, жаңағыдай суретке түсуге шақырған кезде одан шаршауы мүмкін ғой деймін. Сол жағынан. Жоқ, ондай шаршатқан жоқ. Жалпы нормально да? Жақсы, Ал мысалға жаңағы статистикамен бөлістің, айтты оңтүстік және Ақтау жақта жаңағы қазақша контент сұранысқа ие деп. Жалпы егер мысалға ютубқа шолу жасасақ қазір да, қазақ тіліне деген тренд пайда болып жатқан сияқты. Бұрынғы уақытпен салыстырып, мысалы қазіргі уақытқа келген кезде
қазақ тілі қаншалықты сұранысқа ие болып жатыр? Ол жағы өсіп жатыр ма бізде, әлде төмендеп кетіп бара жатыр ма? Қалай ойлайсың? Әрине қазір өсіп жатыр күннен күнге, айдан айға. Бірақ меніңше бұрында қазақ тілге сұраныс болған сияқты. Өйткені енді қазақ тілінде көптеген шоу программалар болды телевизорда. Оның барлығы адамдардың естерінде бар, білет. Қазақ тіліндегі әнші жұлдыздар танымал. Сондықтан меніңше қазақ тілі үнемі сұранысқа ие болды. Бірақ енді қазір бұл сұраныс дейтін көбіне бұрын орыс тілінде көп сөйлеген, бұрын қазақ тілінде контент көп тұтынбаған адамдарға енді қазақ тіліндегі контент келіп жатыр. Сондықтан енді олар айтып жатыр, қазақ тіліндегі контент сұранысқа ие болып бара жатыр деп. Өйткені өздері солай қабылдап жатыр. Бірақ меніңше бұл дейтін үнемі сұранысқа ие болды қазақ тіліндегі контент. Жалпы алғанда қазіргі кезде мысалға интернет желісінде де инстаграмда, тиктокта адамдар, қазақтар мысалы бір-бірімен орысша сөйлесіп жатқанда бірнеше ұялтатын комментарийлер келеді да, жаңағыдай өзің қазақ емессің ба, неге қазақпен қазақша сөйлеспейсің деген сияқты. Және де бұндай тренд деген біздің үлкен поколениеден келіп жатқан сияқты, буыннан келіп жатқан сияқты. Өйткені деген кезінде мысалға осылай кішкентай болған кезімізде үлкендеріміз солай ұрсатын. Неге қазақша сөйлемейсің осылай тұрғанда деген сияқты. Бірақ қазіргі кезде жастарға осылай қазақ тілінде сөйлеңдер деп ұрысып түсіндіру қате сияқты. Мен баяғыдан айтатынмын, қазақ тілін егер мысалға жастарды сөйлеткілеріңіз келсе, онда мәдениетпен алыңыздар. Немесе мәдениет арқылы қазақ тіліне үңілдіріңіздер деп айтатын едім. Білмеймін, мен как будто естіген сияқты болып кетті. Мысалы қазіргі кезде заманауи қазақша өлеңдер өте сәнді түрде шығып жатыр да, мысалға мағынасы жағынан да мысалға әдемі каверлер шығып жатыр. Соның арқасында жастар қазақ тіліне өте жақсы бір сыңай танып жатқан сияқты. Қалай ойлайсың? Ойыңмен жалпы келісем, бірақ айтып жатады ғой, қазақ тілін типа андай жұмсақ күшпен жүргізу керек деп. Андай ұрсып немесе бір мәжбүрлетіп керек емес деп. Бір жағынан көбі ойлайды, бұл дейтін тек қана қазақтар сөйтеді деп. Бірақ негізі кәріс халқы да сондай. Егер Кореяда кореялық пен кореялық басқа тілде сөйлесе, олар ұнамайды бұл. Бір жағынан айтады. Сосын мысалы мен дейтін Еуропада болғанда, Францияда, бұл жақта француз тілінде бәрі сөйлейді. Ағылшынша сөйлеп жатса бәрібір француз тілінде қайтарады саған. бір өтіріктен түсініспеген сыңай танытады деген сондай бар. естіген. Сосын Германияда да солай. Мен енді адамдармен сөйлестім ғой, немістермен сөйлестім, сол тіл мәселесімен сөйлестім. Айтады, бізде де ондайларды жаратпайды. Егер неміс пен неміс бір-бірімен неміс тілінде сөйлемесе, біздің қанымыз қайнайды дейді. Мысалы бұндай, сондықтан бұл қазақтар сондай қатыгез, қазақша сөйлемегендіктен қандары қайнайды. Бұл қазақылық, бұл жаман деген бұл дұрыс емес. Бұл әрбір ұлтта бар. Тіпті міне үлгі тұтатын немістер, кореялықтар, сол халықтарда да сондай бар негізі. Жақсы, ол біздер дейтін жаңағы қатты күш, жұмсақ күш туралы тақырыпты қозғаған болатынбыз. Сол бойынша мысалы қазіргі кезде қазақ тілінде сөйлегісі келіп жатырған басқа ұлт өкілдері сөйлей бастаған кезде мынандай ойлар айтады. Біздер сөйлеп жатқан кезде бізге күледі. Содан кейін біздің жаңағы құлшынысымыз басылып қалады дегенге келтіреді. Және де көптеген мысалға ұлтшылдық мәселесін қозғап жіберіп жатады. Сол жөнінде не ойлайсың? Менің ойымша бұл әрине дұрыс емес. Күліп, керісінше қолдау керек, керісінше көмектесу керек. Былай мысалы бір жерде тоқтап қалып жатса, айтып жіберіп, былай болады дегенде мақтап қойып, меніңше солай жасаған дұрыс болады. Қазіргі осы соңғы реалияға үңілетін болсақ, осы соғыстың мәселесінде көптеген ресей азаматтары Оралдан
қазақстанның ішкі қалаларына қарай көшті, өзің білесің. Сол кезде енді мысалы тиктокта, инстаграмда көптеген трендтер пайда болып жатыр. Қазақ тілінде дұрыс сөйлеңіздер, теңге сөзін тенге деп айтыңыздар деген сияқты, теңге деп айтпаңыздар деген сияқты, сол жөнінде осындай бір, қалай айтсам болады, ережелер жинағы жөнінде не ойлайсың? Бұл негізі ереже жинағында тұрған ештеңе жоқ. Өйткені енді теңге деген әрине дұрыс емес, бірақ бұл енді біреулер әзілмен жеткізеді бұны, теңге деп айту дұрыс емес дегендей, біреулер қатты айтып жеткізеді. Бірақ не болса да, бұл енді айтып жеткізіп жатқандар. Енді теңге дей бергесін бәрі құлақты негізі өте жағымсыз естіледі ғой бізге де. Касым Жомарт Такаев дегенде мысалы. Ал жалпы Сондықтан ол деген айтып жібергенде тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. жақсы. Жалпы бұл жаңағы дыбыстың дұрыс, немесе әріптердің дұрыс дыбысталмауы бізде неге осыншама эмоция тудырады деп ойлайсың? Бұл біздің әлде бір ұлттық деңгейде бір ішкі комплексіміздің сыртқа шығуы ма, немесе бір мазақ көріп жатырғандай ма? Қалай ойлайсың? Мысалы адамдар деген жаңағы осы мәселені зерттегенде менде көптеген адамдар мысалға Ресей азаматтары неге олай сөйлейді, неге осындай дыбыстар шығарады деген мәселеге келгенде, олар кез келген жаңағы шет елді, мысалы ағылшын тілімен сөйлегенде де осы әріптерді, мысалы е әріпін мен не істейміз дейді, ауыстырамыз дейді. Және де осы қазақ тілінде де тоже осы сөздер теңге деген сөзде олар милары автоматты түрде осы әріпін береді екен деген бір ой естігенмін. Бірақ бұл мәселе неге біздің жынымызға тию керек? Қалай ойлайсың? Неге соншама бізді кәдімгідей ұлт деңгейінде осылай қатты, қалай айтсам болады, ызаландырады? Иә, Негізі қиын сұрақ екен. Бір енді меніңше жай ғана өте андай үйренбегенбіз ондайды естуді, теңге деген сөзге. Содан болар. Жай ғана не теңге, а теңге деп айтып жіберіп. Мысалы, мен де айттым олай. Мен бутикте жұмыс істеймін ғой, қағаз бастырып. Маған да келді, сосын айтты теңге деп. Мен енді айттым, не теңге, а теңге деп. Бірақ мен ұрыспай айтқан жоқпын, езіп басып айтқан жоқпын. Жай ғана жұмсақ түрде айттым. сол кезде Мысалы, олар қандай не болды, қандай сезімде болды? окей, теңге, окей, теңге деп сөйтіп сөйледі мысалы. Сосын саясат туралы сөйлестік. Сосын ваш президент Касым Жомарт Такаев деді. Мен сосын айттым, тағы күліп айттым, не Такаев, а Токаев деп. Токаев, окей, хорошо, и әрі қарай сөйлей бер Токаев деп. Бұл ондай, білмеймін, енді әрине басып ұрысып оны қан қызатындай зат емес меніңше, бірақ былай айтқаннан тұр. Бірақ дұрыстау міндет сияқты. Өйткені мен де жалпы солмен келсем, просто жаңа білгім келген сенің ойың қандай екен. Бұл дейтін осы бір біздің өзімізде бір сенімсіздікті немесе ішкі комплекстің шығып қалған көрініс емес па деген сияқты. Айтса қалай болады, айта берсін, бары түзелмей ма деген сияқты. Қай ой басым келеді өзіңе деген не ғой? Сол жаңағы зат қой, мысалы бір қазақша сөйлеп жатқанда, үйреніп жатқанда, соны дұрыстап жібересің, көмектесесің дегендей, қолдайсың деген, тап сол зат қой. Мысалы теңгеде стоп, не теңге, а теңге деп осы айтып жіберуге мысалы онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын, керісінше дұрыс деп ойлаймын. Жақсы, жауабыңа көп рахмет. Қазір осы подкастты дейтін мен толықтай қазақша жүргізуге не істеп жатқасын, тырысып жатқасын, мен кей кезде жаңағы басында сөйлемдерді аударамын. Жақсы шығып отыр. Аударамын. Сондықтан жалпы жақсы шығып жатыр деп ойлаймын. Жалпы өзіңнің қазақ тілінде YouTube каналыңды бастауға не себеп болды, не түрткі болды? Сен бірінші идеядан бастадың ба, немесе бір жерге шетелге шығып келіп, содан кейін бастап өз каналыңды бастауға ұйғардың ба? Қалай болды? Жалпы мен дейтін енді меніңше әр адамға, әр қазаққа ерте ме кеш пе адамға басына келеді. Неге бәрі орыс тілінде деген? Неге мына жерде міндетті түрде орыс тілінде жауап тұрады деп? Мысалы, маған бұл ой 2018 жылы келді. Мен жұмыста отырғанда кімдер келгенде,
тұтынушылар маған қағаз бастыруға. Мен автомат түрде орысша да қазақша да дым ойланбастан нете бердім. Менде бутикте бәрі орыс тілінде жазылып тұрды. Распечатка, ксерокопия, фото на документы деп. Біреу келсе қазақ здравствуйте десе, мен оған здравствуйте деп қайтарып жүрдім. Сосын бір уақытта менің басымда енді бірдеңе ойлар пайда болды. А неге бәрі орысша? Неге қазақша сөйлемеске дегендей. Сосын мысалы біреу здравствуйте келгенде мен оған сәлеметсіз бе деп сөйтіп айтып жүрдім. Сосын ол дейтін қазақша сөйлеп кетеді. Бірақ орысша сөйлеп бастайды да, мен қазақша жауап қайтарған, ол қазақша сөйлеп кетіп жүрді. Осылай мен өзім санадым, осы кісіні мен қазақша сөйлеттіргіздім деп. Сосын бутикте маған акиматтан адамдар келді. Бүткіл осындай сауда орталықтарға адамдар келді. Андай ескерту қағазы жазып кетіп жүрді. Айыппұл саламыз, барлығын қазақшалаңдар деп. Енді қазақшалаңдар дегенде мәлімет міндетті түрде қазақ тілінде болу керек. Орыс тілге тыйым салып жатқан жоқпыз. Бірақ қазақ тілінде болу керек деп. Визуалды ақпарат. Сол кезде мен ойлап қалдым. Опа, осы өте дұрыс деп. Сол кезде мен өзімнен ұялдым. А неге мен оған дейін де қазақша жазбадым? Неге маған акиматтан келіп осы айтып кету керек деп. Сосын барлығын келесі күні ауыстырып тастадым. Рекламдық агенттікке жаңа баннерлерге тапсырыс беріп, барлық дизайнын ауыстырып қазақ тіліне. Енді менде бутикте бәрі қазақ тілінде тұр. Екі тілде ма, немесе тек қана қазақ тіліне болып қойдың? 75% ақпарат қазақ тілінде жазылып тұр менде. Андай ең басты ксерокопия дегенді ксеро көшірме дедім. Түсінікті ғой, мысалы фото бастыру дедім, бірақ қасында да распечатка деп тұр. Өйткені фото бастыру деген біреулерге шынымен де түсініксіз болып қалуы мүмкін осындай кездері. Сен жаңағы өзіңнің бутигің туралы айтып жатсың. Менде осы сұрақты саған қойғым келіп отыр еді. Сен саяхаттан тыс уақытында немен айналысасың? Жаңа бутик деп жатсың. Сол өзіңнің Оралдағы кәсібің немесе жұмысың туралы ашып айта аласың ба? Иә. Менде өз кәсібім бар, қағаз бастырамын. Сол жаңағы фото, жай ғана құжаттар, сонымен айналысам. Бірақ қай жерде екенін айтпай қояйын, или айтайын ба? Бәрібір ма? Бәрібір. Мына Астана сауда үйінде 11-ші бутикте. Бірақ мен бұл жерде үнемі отырмаймын, анда-санда болам. Сонымен айналысам, сонымен ақша табам. Ең бірінші табысым сол. Сосын ғана YouTube. Негізгі жұмысым сол менің, негізі. Жалпы мысалға саяхатқа кететін қаражат осы кәсіптен пайда болады, да? Сол кәсіптен пайда болады, иә. То есть осы кәсібің сені толықтай бір жаққа алып шыға алады десек те болады. Иә, 1-2 ай егер үнемдесем алып шығады. Ал YouTube-ға келіп жатқан табыс қай уақыттан бастап келді, каналың ашылғаннан кейін? Шамамен бірнеше айдан кейін. Осы 2019-ның соңында аштым. 2020-ның басынан бастап пайда келе бастады. Өйткені менің видеоларым енді сұранысқа ие болып, қаралым жинай бастады. Сөйтіп, екінші табыс көзін тап. Өзіңе ұнайтын. Екінші табыс көзі болып кетті. Жалпы саяхат тревел-блогқа келгенде әрдайым бізге Птушкин есімізге түсіп кетеді ғой. Птушкин ғой, иә? Птушкин есімізге түсіп кетеді ғой. Өзінің бір влогында да өзінің қалай видеолар түсіретінін, қандай контент қалай жасайтынын көрсетеді ғой. Анау деген негізі оңай жұмыс емес, былай қарағанда. Әрдайым камерамен жүру, бір белгілі бір кадрлар қою, иногда постановочный кадрлар жасау. Камераны ұмытып кету, дронды бір жерге құлатып алу деген сияқты да. Птушкинде де өзің саяхатқа шыққанда осындай контентті жасап жатқанда бір белгілі бір қиындықтарға жолығасың ба? Үнемі жолығам. Мысалы, енді не болса да туристік жерде ең басты кедергі бұл адамдар. Мысалы, бір жерде әдемі кадр жасағың келеді, бірақ адамдар тұрады ана жерде фотоға түсіп, видео түсіріп, ол фотоларды қарайды, тағы түседі. Біреу түсіп болады, екіншісі түседі, соларды күтесің. Бір жағынан, екінші жағынан енді штативті қоясың, алысқа кетесің, өзің сөйлеп жатасың, біреу саған қарап тұрады жаныңда, көзімен ойып тесіп қарап тұрады мына жерде. Сол өте енді қатты ыңғайсыздық береді. Жарайды, қара, бірақ енді былай тесіліп қарамай ақ қой дегенде ойыңды бөліп жібереді. Иә. Тұрады камераның қасында қарап, соны
андай өте қатты кедергі болады. Сондай кездер негізі ең басты кедергі дейтін басқа адамдар, сондай Сен туристік жалпы жерлерде. басқа жерге барып саяхаттауға шығасың ғой, сол кезде саяхатың былай қарағанда кәсіпке де айналып кетіп тұр ғой. Иә, Сен сол кезде демалып үлгересің ба, бір саяхаттан ләззат алып үлгересің ба? толыққанды емес. Мхм. Толыққанды Шаршатып жібереді ма? шаршататын кездер болады. Негізі бір кезде осындай тасташ камераның бәрін сумкаға салып қалдырып өзім үшін жүргім келеді, бірақ видео түсіру керек не болса да. Мхм. Сен осы контент жасап видео түсіріп жатқан өзіңе ұнайды ғой. Ұнайды, әрине Кей ұнайды. кездері мен бұл контенттің андай заложнигі болып кеттім деп ойламайсың ба? Мысалы мен бір жерге демалуға барамын, бірақ мен параллельно еще бір нәрсе істеу керекпін, бірақ мен қатты демалғым келіп тұр. Ондайға әлі соның заложнигі болып кеттім деуге болады, бірақ әлі ондаймен кездеспедім, ондай жағдайға. Қашан бір жерге бардым, бірақ видео түсіру керек дегендей. Өйткені мен барлық жерге тек қана видео түсіру үшін барамын. Мысалы мен дейтін қайда бір неге барғым келеді, мысалы Ресейдегі Якутияға -50 -60 градусқа. Мен ол жаққа блогер, тревел блогер болмасам бармаймын ғой, ол жақта не істеймін. Не істейміз? Бірақ енді ол жақ видео жағынан қызық, контент жағынан. Сондықтан мен сол жаққа барып видео түсіргім келеді. Мысалы фото охотниктар болады ғой, орманда камуфляж киіп алып, ерекше сондай құстарды фотоға түсіреді. Мысалы олар не үшін барады сол орманға? Сол құстарды түсіру үшін барады. Егер онда құстар болмаса, ол сол жаққа камуфляж киіп фото аппарат алып бармайды. Тап сол сияқты ғой менің жағдайым. Мен дейтін Якутияға не үшін барамын? Ол жақта өйткені -50 -60 видео қызық болады, контент бар, түсіретін дүниелер бар. Сондықтан сол жаққа барып түсірер едім, мысалы. Керемет. Ал мындай тақырыпқа назар аударайықшы. Сен дейтін біршама елге барып танысып жүрсің, өзіңнің жазылушыларыңды, оқырмандарыңды немен таныстырып жүрсің, бұл елдің мәдениетімен немесе өмір сүру образымен да. Ал бізде мынандай шетелде немесе Қазақстанның ішінде де мынандай ойлар болады. Қазақстан страна третьего мира дейді. Үшінші әлемнің елі деп жаңағыдай айтады. Сен дейтін басқа адамдардың өмір сүру деңгейін көресің ғой, басқа мемлекетке барғанда. Қалай ойлайсың, Қазақстан расында сол деңгейде ма? Жоқ. Қазақстан, білмеймін, ондай бар ма? Бірінші, екінші, үшінші деңгейді естиміз, бірақ бірінші, екінші деңгейді естимейміз. Бірақ меніңше Қазақстан екінші деңгейде, біріншіге жақын дегендей. Қай жағынан? Мысалы, ойлаймыз да, бізде осы әсіресе ковид кезі ойлаймыз, бізде мәссаған қанша бір сұмдық, басқа қонбайтын пайдасыз бір заңдарды шығара береді, осы карантин миды шіртті деп осылар билік деп да. Бірақ мен дейтін Мысыр елінде жүргенде бұл жақта бір Испания азаматымен сөйлестім. Ол жақта үнемі біз әңгіме соққанда бізде былай ғой деймін, ол айтады бізде былай деп. Сосын ол бір нәрсені айтады, бізде карантин заңдары осылай деп. Мен айтамын, а бізде осылай деп. Oh fuck, I want to go to Kazakhstan. Үнемі, өйткені Испанияда өте андай шынымен де басқа қонбайтын нәрсе. Мысалы, сен шетелге ұшып кете аласың, бірақ бір қаладан екінші қалаға бара алмайсың. Шығармайды. Андай неден жауып тастаған блокпосттар қойып. Не болса да ауруыңды шетелге барып тарат деп тұр ғой. Шамамен солай. Сосын ПЦР тест €1,500 тұрады ол жақта. Шетелге ұшып кету өте қымбат ақша. Жай ғана ПЦР тест жасау үшін €1,500 төлеу керек. Сондай бір көптеген басқа қонбайтын заңдар болды. Сосын жалпы өзім байқағаным, Қазақстан енді біреулер айтады ғой, біз кедейміз, Қазақстан кедей ел деп. Бірақ меніңше кедей емес,
инфрақұрылым жаман. Сондықтан біз кедей болып көрінеміз. Сол мысалы Еуропада адамны қалтаңда Қазақстанның азаматы, сосын Еуропадағы бір мысалы орта немесе шығыс Еуропаны алайықшы. Сол жақтағы азаматтың қалтасында бірде ақша болады, бірақ Еуропада балшық жоқ, бәрі таза, ал бізде барлық жерде балшық. Сондықтан меніңше инфрақұрылым өте қатты адамға әсер етеді. Сондықтан бір жағынан адамдар ойлайды біз кедейміз деп. Өйткені қараңызшы, суретте қандай Еуропа әдемі, ал Қазақстан міне балшық дегендей. Сол сияқты. Басты негізгі адамның басында отырған психология сол деп ойлаймын. Бұл да бір стереотиптермен байланысты дейсің ғой. Бір жағынан енді стереотип, бір жағынан негізі шынымен де үшінші әлемнің қалай страна третьего мира деген жерлер бар ғой Қазақстанда, белгілі бір деңгейде. Басқа елдерде де бар, дамыған елдерде. Страна первого мира деген жерде де кейбір жерлері страна третьего мира болып жатыр, белгілі бір деңгейде. Жақсы, түсінікті. Біздер екеуміз қыркүйек айынан бері подкаст түсіреміз деп жоспарлап осы қараша айының соңына келіп түсіріп жатырмыз да. Сен дейтін басқа мемлекеттерде болдың оған дейін, сосын уақытымыз сай келмеді. Ақыр соңына келгенде сайлаудан кейін түсіріп жатырмыз. Сайлауға үлгердің ба сен? Оралға келіп қатыстың ба сайлауға? Оралда болдым, бірақ бармадым. Барған жоқсың ба сайлауға? Себебін білуге бола ма? Болады. Айта бер. Не сайлаймын мысалы? Барам, негізі мен қояр едім ана жерде бәріне қарсымын деп. Бірақ сол бәріне қарсымын деген сондай галочка қою үшін киініп, сыртқа шығып, мектепке барып, сол жерде удостоверение беріп, галочка қойып жүргім келмейді. Мен ерінемін. Бұл жерде біреу сөгіп айтуы мүмкін, міне сен дейтін жауапкершілігің жоқ адам, сайлауға қатыспадың деп. Бұлай болмайды, өз позицияңды білдір, қарсы болсаң да бар емес па андай галочка деген. Бірақ менің ойымша бұл жерде бұл сайлауды мен өз басым мысалы бір жағынан мойындамаймын. Өйткені бұл дейтін бәріміз түсінеміз, бұл сайлау жай ғана тезірек тағы да отыру үшін 2029 жылға дейін. Және ОБСЕ демократиялық институттар батыс елдердің соны бақылады, тұжырым жасады. Бұның барлығы әділетсіз болды деген бір тұжырым шығарды. Кейбір жерлері стандарттарға сай келмейді, бәсекелестік болған жоқ дегендей сондай тұжырымдар шығарды бір жағынан. Бұны барлығы түсінеді. Жақсы, біздер дейтін қазір мына жерде тек қана бір кандидат туралы айтып отырмыз, өзіміздің президентіміз жайлы. Бірақ одан бөлек басқа кандидаттар да болды ғой. Басқа кандидаттар болды, өздерінің бағдарламаларын ұсынды, өздерінің бағдарламаларын ұсынды, халықпен кейбір жерлерде кездесу жүргізіп жүрді. Жалпы бір сайлауға, агитацияға қажетті нәрселер жасалды. Бірақ сен кандидаттардан танисың ба біреуді? Біреуін де танымаймын. Мен мысалы саясатпен қызықпайтын адамдардың арасынан емеспін. Қызығам, қарайым, бірақ біздің президенттен басқа кандидаттарды, үміткерлерді біреуін де танымаймын. Жалпы мен өз дауысымды Жигули Дайрабаев деген кісіге бердім. Шын айтайын, білмеймін кім екенін. Вообще просто өзіме ең күлкілі кандидаттардың біреуі болғасын, соған дауыс беруге қарадым. Қалған кандидаттарды просто білмеймін. Соған қарағанда Жигули Дайрабаевтың да пиар компаниясы жақсы жұмыс істеген болып тұр ғой деп ойлаймын да. Соның арқасында мен осылай бір кішкене сайлауға деген юмор беріп жібердім. Енді ладно, бұл темаға кіріп кете береміз. Мен мынадай сұрақ қойғым келіп тұр. Бізде жалпы Орал қаласы туралы не ойлайсың? Біздің қала жайында, туған жерің жөнінде, жан жаққа барып келгенсің, қайталап айтам да. Көрдің неше түрлі қалаларды, үлкенінде, кішкентайында. Сол біздің қала сол тұрғыда салыстырғанда қалай вообще? Не жайында?
сапасы жайында. Инфрақұрылым енді нашар. Мысалы мен дейтін еуропалық елдерде немесе басқа бір елдерден ұшып келем ғой, бірінші Алматыға ұшып келем, өкінішке орай көп рейстер тек Алматыдан ұшады да, ұшып келем, қысты уақытта немесе көктемде андай жаңбырлы уақыт болады ғой, шамалы ауа райы дегенде, сол кезде андай басқа елдерден ұшып келем, бұл жақта енді ауа райы жақсы болуы мүмкін, пальмалық мемлекеттер, тропикалық ауа райы, тропикалық табиғат дегенде, немесе сондай жаңбырлы күндер болады басқа елдерде, бірақ бұл жақта жүргенде өзіңді жақсы сезінесің. Өйткені инфрақұрылым жақсы. Сосын Алматыға ұшып келесің, бұл жақта да өзіңді жақсы сезінесің. Сосын Оралға ұшып келесің ғой, мына жақта енді масқара болып жатады, шамамен 3-4 күн кетеді осыған үйреніп қалу үшін. Өйткені барлық жерде балшық, машинамен жүргенде үнемі шоңғырларға түсіп кетесің. Осы жағынан енді бізге жерге бетон жетпей ма, тым көп тесіктер, тым көп балшық, асфальттың үстінің өзі де балшық, бірақ сосын үйреніп кетемін и нормально болады. Жалпы 1-10-ға дейінгі шкалада қаншаға бағалайсың Оралдың состояниесін? 5 деймін. Орташа деп ойлайсың да. Жолдар туралы мәселені қозғап жатсың, жаңа ол дейтін бізде өте ауыртпалы мәселе. Әрдайым жыл сайын бізде жолдардың жағдайы нашарлай түсуде деп ойлаймын. Қанша жерден асфальт төселіп жатса да. Менде мынадай ой бар. Неге біздер Оралдың жолдарын туристік достопримечательность етіп ұсынбаймыз? Өйткені деген бізде Қазақстан түкпір-түкпірінен мысалға қонақтарымыз келгенде әрдайым бірінші орын жолға қарайды. Мысалға мен өз қонақтарымды қарсылағанда айтамын, мынау біздің бірінші достопримечательностьіміз, бұл біздің жолдар. Осындай жолдар сендерде жоқ, фотоға түсіріп алыңдар, қарап қойыңдар деп мысалға мен айтамын. Сол сияқты. Мысалға Бразилияда да бізде фавелалар бар да, криминальный райондар бар, сонда кіргізеді мысалға белгілі бір туристік бағыттар жасайды. Сол сияқты неге қалай ойлайсың жалпы идеяны? Кемшілікті артықшылық етіп көрсетуге дейін. Мысалға мына жер 90-шы жылдардан бері жөнделмеген. Осыған қарай отырып асфальттың қандай деңгейде болған көруге болады. Қазіргі деңгеймен салыстырғанда деген сияқты. Білмеймін, бұл дейтін енді барлық Орал бойынша түкпір-түкпірінде тесіктер ғой, бірақ бір жерде жамап тастайды, басқа жағында бар, бір жерде бар, екінші сосын жоқ болып кетеді бұл тесіктер, шоңғырлар мысалы. Енді әрине әзіл ретінде жақсы, бірақ ерте өмір сүргенде сондай жерде қиын болады сияқты. Меніңше бұл арқылы табыс табу қиын сияқты. Туристер сол тесік жолда келу үшін келмейтін сияқты, көру үшін. Өйткені мысалға Қазақстанның ішімен мен де біршама жермен жүріп өттім. Сол кезде мысалға маған оңтүстік Қазақстандағы жолдардың мәселесі өте қатты. Өйткені оңтүстік Қазақстанда кәдімгідей қаланы қаламен жалғайтын автобандар бар да. Соны мен де байқадым. Қаланың ішінде де керемет жолдар бар. Мен Тараздан Оралға дейін көлікпен келдім. Сол кезде ойлаймын, Таразда автобан бар, Қызылорда автобан, Шымкент автобан, бірақ Қызылорда облысынан шығып кеттім ба, Ақтөбенің облысына кірдім ба, болды, автобан жоқ. Қызылорда облысынан Ақтөбеге дейін жету үшін өте қиын, жол дейтін шамалы. Болды, осы батыс жақта автобан деген жоқ болып кетеді. Неге? Ол жақта автобан бар, ал бізде автобандар жоқ. Мысалы, Орал мен Атырау жолы дорога смерти ғой былай. Қанша адам өліп жатады. Ертең вот қазір қыс басталайын деп жатыр, ертең шығар жаңалықтар. 5-6 адам теңізден жұмыстан келіп жатқанда міне болды. Лобовое столкновение деп, ертең бір отбасы жоқ болып кетеді тағы да. Сондай жыл сайын болып жатады. Бірақ білмеймін, автобан әлі жоқ.
негізі дейтін ол жолды деген расширять етеміз деп жатырды ғой жалпы. Осындай бір не қабылданды, жоба қабылданды, сол жасалады деп. Мүмкін болашақта жасалып жатар, бірақ оған дейін қанша адам жолдың бойында опат болып кетуі мүмкін деген сұрақ туындайды. Бұл бір мәселе. Сосын Орал Қазақстан бойынша темір жол жағынан былайша айтқанда отрезан. Өйткені Оралдан Ақтөбеге жету үшін темір жол Ресей арқылы өтеді. Орал мен Атырау арасында темір жол жоқ. Міне, тек қана ар жаққа Ресейге асып кететін жол бар, темір жол Орал арқылы болды. Сол жағынан да мысалы кемшіліктер бар. Оралды салыстыратын болсақ, басқа қалалармен ерекше қала ғой. Оралға меніңше Оралға көбірек көңіл бөлу керек, және Оралды дамытудың бір ерекше жоспары болу керек деп ойлаймын. Өйткені деген Орал арқылы кезінде, Ресей империясы кезінде де ең алғашқы мысалы кинотеатр кірген қала бізге, темір жол салған ең алғашқы жай ғана театр Оралда. Иә, ең алғашқы театр келген. То есть кіргенде бүкіл мысалға европалық қалай айтсам болады, мәдениеттің, өркениеттің кірген жері қақпасы ғой, былай қарағанда. Бірақ әлі қазіргі кезде списоктың соңындағы қалалар болып қалып тұрмыз, ешқандай көңіл бөлінбейтін. Бірақ өзің білесің, мысалға достық дружбаның бойы қандай өте әдемі ғимараттар бар мысалы. Бұл жерде кәдімгідей туристік жер жасып тастауға болады. Ана жерде дейтін осындай ұсыныс болды ғой, бұл жерде машина кіргізбейміз, тек қана автобустар өтеді, қоғамдық көлік. Бізде дейтін бұрынғы городской архитектор Темірболат Шакиржанов деген кісі подкастта болды. Сол кезде осы мәселені қозғағанбыз. Ол дейтін тоже осы идеяны ұсынған автор болатын. Сол айтты, сол кезде жаңағыдай әкім ауысты ма, бір нәрсе болды, содан кейін бұл идея жасалынбай қалды. Ал жалпы негізі Алтай Сидеровичтің кезінде бұл мәселе басталып жатайын деп жатқан сияқты еді. Негізі бұл жақсы идея. Өйткені мысалы Стамбулда Истиклаль деген көше бар. Қаланың ең әдемі жері көшенің, ең орталықты көшесі, ең үлкен, былайша айтқанда жүрегі сол. Оралда да негізі сол көше ғой. Мұндай архитектура Қазақстан бойынша меніңше тек қана Алматыда өте аз, бірақ Оралдағыдай көп емес. Андай бір жерде шоғырланған, бір үй екінші үйден әдемі болып көрінетін. Меніңше бұл жер дейтін енді тротуар жайып тастап, ортасында тек қана автобус өтеді, болды. Сосын толған кәсіпкерлерді бұл жаққа ұсыныс беріп, туристік жерге айналдыруға болады. Бұл бір. Сосын мен Орал қаласынан саяхатшы ретінде маған ең қиын зат, ең ұнамайтын зат неге әр рейсті біз дейтін басқа қалаға, шетелге ұшып кету үшін басқа қалаға барып ұшуымыз керекпіз. Мысалы Астанадан, Алматыдан, Ақтаудан неге біз Оралдан шетелге ұшып кете алмаймыз? Тек қана Франкфуртқа ұшамыз, болды. Басқа рейстер жоқ. Мысалы Орал Стамбул дегенде негізі менің ойымша жақсы болар еді. Оралдан бүткіл Еуропаға, рейстер, Еуропаға ұшатын рейстердің барлығын Оралдан жасау керек деп, шоғырлату керек деп. Өйткені мен 2021 жылы Украинаға ұштым ғой. Мына жерден Орал мен Украина, Киев арасы өте жақын. Шамамен 1500 километр ма? Астанадан да жақын. Ар жерде тек қана Кавказ жатыр арамызда. Сосын шығыс Украина болды. Кавказ бен шығыс Украина тек қана. Сол қашықтықты өту үшін мен дейтін Оралдан Алматыға ұштым. Сосын Алматыдан Украинаға, Киевқа ұштым 7 сағат бойы. Ол дейтін неге мысалы Қазақстан бойынша кім Киевқа ұшқысы келетін адамдарға Орал арқылы ұшпасқа. Мысалы біреу Астанадағы бір адам Киевқа ұшам дейді, Оралда пересадка арқылы ұшпасқа. Немесе Украинадағы адамдар кім Қазақстанға ұшып келгісі келеді, Оралға, бірінші Оралға келіп, сосын ғана басқа қалаларға кетпеске.
сен дейтін қай туризмге жақынсың? Ішкі туризмді ұнатасың ба, Қазақстанның ішінде саяхаттағанды, немесе қаланың мемлекеттің сыртына шығып басқа жерлерді көрген жақын ба саған? Бұл сұрақ мен өте жиі қойылатын сұрақ. Ішкі туризм қалай, қашан іште саяхаттайсың деп. Мен негізі іште саяхаттадым, бірақ мен осындай ұстаным бар менде. Мүмкіндік бар кезде, мысалы қаражатымды, уақытымды, сосын қуатымды барлығын оданша әзірге шетелге жұмсаймын. Өйткені шетелге шығу қиынырақ, шетелде саяхаттау қиынырақ. Мүмкіндік бар. Ол мүмкіндік менде үнемі болмайды. Сондықтан соны шетелге пайдаланып алайын. Ал ішкі туризм бойынша бұны дейтін, енді ішкі туризм бұл менен ешқайда қашып кетпейді. Бұл былайша айтқан мұрын астында жатқан зат. Оны үнемі әрқашанда үлгерем. Сондықтан оданша мен қазір барлық фокусымды сыртқы туризмға жұмсайын деймін. Ал сыртқы туризм туралы айтатын болсақ, вообще пандемия мен мына қазіргі болып жатырған Ресей мен Украина арасындағы соғыс сыртқы туризмге қалай әсер етті? Мысалы, өзіңнің Қазақстаннан шығып кетуге, немесе виза жайында, немесе билеттердің құны жөнінде? Соғыс қатты әсер етті, өте қатты әсер етті. Біреулер мүмкін байқамайды бұны, бірақ мен Орал тұрғыны ретінде қатты байқадым бұны. Неге? Өйткені мен қазір Еуропаға ұшу үшін мен дейтін Ақтауға баруым керек, немесе Алматыға, Астанаға барып, сол жақтан Стамбулға ұшам. Сосын тек Стамбулдан басқа елдерге кетемін. Париж, Барселона болсын, басқа жаққа ұшам. Немесе былай да тікелей рейстер бар, қымбат. Бірақ мен үнемі ойлап жүрдім бұрын. Ертең Еуропаға ұшатын болсам, мен дейтін мына жерге барам да 2-3 сағатта Самараға жетем, Самардан Мәскеуге пойызбен 12 сағатта жетем, ар жақтан Мәскеуден Еуропаның кез келген жеріне өте арзан бағамен ұшам деп. Негізі Мәскеу дейтін сондай үлкен хаб болды. Бұл жерден әлемнің кез келген жеріне, әсіресе Еуропаға ұшып кету сондай арзан болды негізі. Мысалы, Мәскеу, Лондон 18 мың теңге, Мәскеу, Париж 30 мың теңге болды. Соны мен дейтін осы үнемі стап күтіп жүрдім. Вот ертең бұйырса Еуропаға шығып жатсам, мен Мәскеуге барам да Мәскеуден ұшам деп. Қазір бұның барлығы жоқ. Қазір бұның бәрі арман болып қалды дейсің? Бұның барлығы жоқ. Жалпы бұл жағдай өзің ойынша қанша уақытқа созылады деп ойлайсың? Меніңше саясаткерлердің айтып жатқан 10 жылдықтар мәселесі рас деп ойлайсың ба? Меніңше осы режим ауыспай санкциялар тұра береді. Мысалы, Иран 50 жыл ма қанша болды санкцияның астында жатыр. Ресейде сонша жыл жатады. Немесе өте сондай империалистік көзқарассыз бір өз қателігін түсінген репарация төлейміз деген бір билік келсе Ресейге, сол кезде санкцияның өзі бір мезетте шешілмейтін сияқты. Меніңше бұны жылдар кетеді, тағы да 5-6 жыл, 10 жыл мүмкін кетеді. Жайлап солай. Жалпы айтады ғой, санкцияны принять ету, санкцияны қабылдау 5 минут дейді мысалға, да, бірақ санкциядан құтылу ол бәленбай жылдардың шаруасы деп. Сондықтан әлі мысалға саяхаттау жағынан әлі кішкене қиындықтарға ұшырайтын болады. Сосын жалпы байқағаным, осы орыстар жағынан, бұрын дейтін орыстарды кездестіргенде, олар дейтін кәдімгі шалқайып жүретін, қай жақта болса да. Қазір неткенде енді білмеймін, мүмкін мен өз-өзіме солай қарап өз-өзіме накручивать етіп жатқан болармын, бірақ қазір орыстар дейтін шетелде жүргенде андай тым жұмсақ болып кеткен ба, сондай болып көрінеді маған. Өте сондай мейірімді, өте мейірімді сондай. Бірақ ойлап қалдым, сен дейтін қалайша солай өзгердің деп па? Көрем, әдетте ресейдің туристері ондай болмайтын еді ғой дегендей сондай бір ойлар келеді. Негізі көп кездестіресің ғой орыстарды. Орыстар көп қой шетелде. Көресің ғой, енді қазір соғыс басталғалы көргенде
өзгеріп кеткен сияқты олар дейтін былай өз көзқарасым өзім былай байқағаным, немесе мен өз өзіме соны сол ойды айдап жатырмын ба өз өзімде. Сондай ойды ұстап алдың өзіңді, да? Ал сен өткенде мен YouTube каналында отырғанда сен Украинаға барған видеоңды көрдім. Украинада жүрген, Чернобыльға барған видеоларыңды көрдім. Сол кезде мысалы енді қазіргі соғыстың түп етері неден басталды былай қарағанда жаңағыдай мынандай нелер болды ғой, себептері жаңағы денацификация, ұлтшылдықты жою деген сияқты. Сен өзің барғанда чисто сенің жеке ойың ұлтшылдықпен жолықтың ба Украин халқын? Жоқ. Мүлдем жолықпадым. Былай енді оған дейін де естідім. Украиндықтар мен поляктар бұлар өте ұлтшыл деп. Негізі бұл стереотип, үлкен стереотип. Бұл дейтін сол баяғы орыс билігінің пропагандасы екен. Сосын мен дейтін Украинада жүргенде ойладым, мына жақта орысша сөйлесем дейтін бір мүмкін қиыншылықтарға тап болатын болармын. Мүмкін маған теріс қарайтын болар деп орысша сөйлесем. Бірақ олай емес екен. Ол жақта онсыз да адамдар өздері орысша сөйлей береді. Одессаға бардым, естідім, Одесса бұл ең андай украиндық дегендей, типа ең ұлтшыл деген қала деп естідім. Бірақ Одессаға барсам, бұл жақта Киевтен де көп орысша сөйлейтін екен. Сондықтан бұл жағынан ештеңе ондайды байқамадым. Бұл бір. Екі, ана жақта Украинада дейтін басқа ұлттар өте көп. Қара нәсілділер, үндістер, арабтар, азиаттар өте көп орталықта. Бәрі еш проблемасыз жүр. Мен де еш қиыншылықсыз, еш проблемасыз жүрдім. Ондайды байқамадым ұлтшылдық дегенде. Бірақ негізі ол жақта терең байқау мүмкін емес, өйткені мен ол жақта не бар бір апта болдым. Бірақ соның өзінде бір ой қалыптасты. Ондай ештеңе байқамадым. Ұлтшылдық дегендей, бұның барлығы меніңше орыс пропагандасы. Солар жұмысы деп ойлайсың. Мына жағдай біткеннен кейін, соғыс аяқталғаннан кейін Украинаға тағы да баруға жоспарың бар ма? Егер бар болса, қандай қалаға ең бірінші барар едің? Ондай барып жоспар жоқ негізі. Негізі болған ой соғыс кезінде қауіпсіз қалаларына баруға дегенде. Мысалы, соғыс болмай жатқан, соғыс жетпеген, мысалы Львов деген, сосын Киев тыныш болды да. Батыс аймақтарына. Киев бір уақыттары тыныш болды. Сол қалаларға барсам ба деген ой болды, бірақ оған бару қайда? Ол бірінші Шенген алу керексің, Еуропаға барып Польша арқылы кіруің керексің. Бұл өте ұзақ. Бір жағынан басқа да жоспарлар болды. Жай ғана ой кіріп шыққан ой ғой. Сондай болды. Ал былай қазір соғыстан кейін Украинаға барып, бұл жақта мысалы білмеймін, себеп көріп тұрған жоқ ол жаққа баратын. Мысалы барып не істеймін ол. Мысалға соғыстан кейінгі халықтың жағдайы туралы репортаж түсіретін ойын жоқ па? Немесе жаңағы бұрынды жаңағы жойылған қалалар, бұзылған қалалардың орындарына барып репортаж жасау ойында жоқ па деймін. Қазіргі күнде бұның барлығы ойда жоқ, қызық емес болып тұр. Мүмкін алда болашақта сондай қызығушылық туындайтын болар, бірақ қазір емес. Саяхатта жүрген кездегі мысалға өзіңді өміріңді өзгертуге алып келген ең бір басты ойың бар ма? Егер болса бөлісе аласың ба? Өмірді өзгертетін? Өміріңді мысалы өмірге деген көзқарасыңды, бір өмір сүріп жатқан образ жизни дейді ғой, соны өзгертетін бір мысалға, немесе бір кругозорыңды ашатындай бір ойлар келді ма басқа? Келді. Ең негізгі, ең үлкен ой бұл дейтін былай әлем бір типті емес. Мысалы, қандай да бір затқа көзқарас бұл дейтін жай ғана менің ғана көзқарасым. Мысалы, екі адам сөйлесіп бір көзқарас болғандай болады, бірақ негізі ары қарай талқылай берсең көзқарастар мүлдем екі түрде екен болып шығады. Мысалы, сосын
ойлаймыз ғой стереотипті, мына жақтың елдің адамдары осындай, ал мына жақтікі мүлдем басқаша дегендей. Бір жағынан бұл дұрыс, бір жағынан бұрыс. Өйткені қай жерге бармасаң адамдар негізі бәрі бірдей. Мысалы сен билікті мысалы жамандайды, қай жаққа бармаса да. Сосын мен байқағаным, дамыған елдер үнемі билікті жамандайды. Ал андай авторитарлық мемлекеттерде билікті мақтайды керісінше. Соны байқадым. Мүмкін сол критикаға ұшырағандықтан да сол билікті Өйткені критиковать еткеннен де жақсы мүмкін олар қорқатын болар, сондықтан болар. Бір жағынан сондай. Жалпы сол бір ой тойғаным, бәрі бір типті емес. Бұны білмеймін қалай айтып жеткізсем. Қандай да затқа көз қарасың, бұл дейтін негізі миллиардтаған жағдайлар бар әртүрлі затқа. Жалпы мысалға екі бірдей адамның бір мәселеге екі түрлі ойы болуы мүмкін ғой. Және де егер бір адам сол екінші адамның ойымен келіспесе, мысалға кей кездері қарым-қатынас үзіліп жатады, немесе адамға деген ой өзгеріп жатады да. Бірақ ойдың аты ой, ол деген адам дейтін бес саусақ бірдей емес деп айтады ғой қазақта, әртүрлі болғасын. Менің ойымша ойдың да әртүрлі болуы ол дейтін нормальный нәрсе сияқты. Себебі кілең енді радикалды жақтарға кетіп қалмаймыз. Мысалға міне күнделікті өмірде алып көрсек. Мысалға жаңа сайлауда айтқандай, мен Жигулиге дауыс бердім, біреу барып Тоқаевқа дауыс берген кезде біздердің мысалы достықтарымыз немесе қарым-қатынасымыз өзгеріп кетпеу керек деп ойлаймын одан. Ол дейтін жаңағы мысалы комментаторлар барды интернеттегі, неше түрлі жағдай туралы жазатын, комменттің астына олар жаза береді, оған да қатты назар аудармау керек сияқты, бірдеңе дәлелдеп жатпау керек сияқты. Өйткені ол сол кезде ойы өзінің сол жерде жаңағыдай қалай өзінің өмірінде арпалысып жатқан мәселесі ғой. Соны просто шығарып тұр. Біреулер бізде мысалға жаңағы ол осылай жазды, жаман жазды деп уайымдайды. Ал меніңше олай уайымдап керек емес сияқты. Жазылды. Айтылды, ой айтылды. Ал сен оны қабылдайсың ба, қабылдамайсың ба, ол дейтін тек қана сенің қолыңда деп ойлаймын. Сондықтан жаңағы сенің айтып отқан әр жерде адамдардың ойлар әртүрлі деген пікірмен мен де келісемін деп ойлаймын. Егер қазақтар туралы айтатын болсақ, қазақтардың мысалы шетелде де диаспоралар бар. Сен Турцияда болдың, Түркияда. Түркияның қазақтарымен жолыққан шығарсың. Монғолияда болғанды білемін. Онда қазақтар да бар. Қытайда болдың ба? Қытайдың да қазақтары бөлек болып кетті. Жалпы мысалға шетелде Иранда да қазақтар бар мысалға. Қанат Бейсекеевтің фильмдерін бір көруге болады бұлар. Жалпы шетелдік мына сен болған жердегі қазақтардың біздің өзіміздің Қазақстан мемлекетіндегі қазақтардың айырмашылығы бар ма? Бар, кішкене. Мысалы, Түркияның қазақтары былай енді сөйлегеннен андай кішкене болады ғой, былай қолын сілтеуінен, былай темперамент жағынан ба? андай эмоционалдық жағдайы жағынан өте қатты түріктерге ұқсайды. Бірақ қазақша сөйлеп жататын болса, былай асықпай, осылай кішкене жесттармен былай бүйтіп сөйлеп жатады мысалы Түркия қазақтары. Ал Монғолияда қалай екен? Монғолия қазақтары бұлар дейтін андай сондай өте қарапайым, өте провинциалды, былайша айтқанда аңқау дейміз ба. Бұл біреулер ойлайды ғой, қалай? Ақ көңіл, сосын ойлайды ғой біреулер аңқау деген бұл негізі жаман сөз, адамды мазақ қылып жатсын дегендей негатив. Негізінде олай емес, аңқау деген бұл андай ақ көңіл, ішінде дым жаман ойлап жатқаны жоқ. Керісінше, мә солай ма дегенде осындай өте сондай жұмсақ, сондай болып, маған сондай болып көрінді Монғолияның қазақтары. Бір жағынан сосын Монғолия қазақтары Шығыс Қазақстанның адамдарына ұқсайды. Негізі бір жақ қой. Былай осындайды естідім мен. Мысалы, бірдеңе сөйлейді, сосын деп айтады ғой осы. Бұл Шығыс Қазақстанда осылай сөйлейді дегенде бір алдында бір миниатюра ма көрдім КВН-да. Қайрат Әділгерей пойызда
тағы да біреулер мысалы батыстың азаматы ассалаумағалейкум сауш деп сөйлеп жатады, солтүстік адамы орысшалап жатады, оңтүстіктің адамы өзінше сөйлейді, өзінің несімен, темпераментімен. А шығыс қазақстанда бірдеңе айтқан сайын ие деп солай айтып жатады. Моңғолияға барсам бәрі сөйтіп сөйлейтін екен, ие деп солай. Сол сол жердің бір ерекшелігі болып. ерекшелігі. Сосын моңғолия қазақтардан естігенім, қытай қазақтарымен енді олар тату көп жақындары бар ғой, туыстары. Сосын бізден де жақсы біледі олар қытай қазақтарын. Моңғолия мен қытай қазақтары негізі бір-біріне қатты ұқсас. Бірақ қытай қазақтары енді естігенім бойынша кімге көшеде келіп жатса кез келген қазаққа домбыра беріп саған бірдеңе шертіп береді деп. Сосын қазақ тілінде таза сөйлей алады деп, ойды тез және толыққанды жеткізе алады деп қазақ тілінде. Мысалы моңғол қазақтары айтқан бойынша біз дейтін қазақ тілінде сөйлеп жатып моңғол тілін араластырып жібереміз дейді. Немесе таза қазақша сөйлейміз десек бірдеңені жеткізе алмай жатсақ, ана ненің неменесі бар ғой деп сөйтіп жеткіземіз дейді. Паразит сөздер, ананың неменесі бар ғой, соны деп солай жеткіземіз дейді. Ал Қытайдың қазақтарының сөз байлығы өте терең дейді, өте көп дейді. Кез келген ойды толығымен жеткізіп береді деп сондай естідім енді. Жалпы қазақтардың ерекшелігі дегенде бізде айтады ғой, қазақтар дейтін қонақжайлылық қанында бар деп. Кез келген жерде мысалы құдай қонақ болып барсаң дейді, қазақтарда кезінде үйіңе кіргізе қояды, жаңағы асын сала қояды деген сияқты, қанымызда бар ол нәрсе дейді. Ал мысалға мына Моңғолия, Түркия жерлеріне бардың, сондай қонақжайлылық ол қазақтарда бар ма? Бар, байқадым, бар ондай қонақжайлықтар. Енді Түркия қазақтарында да байқадым. Мысалы бір Мехмет аға қазақ мені дейтін тойға апарды. Мені бұл тойда ешкім күткен жоқ, бірақ апарды сонда да. Тағы сосын мешітке апарды, бір қайтқан қандасымыздың жетісіне апарды. Барлығын көрсетіп шықты кәдімгі. Басынан бастап гид болып кетті ғой сол видеода. Бұл бір. Сосын Моңғолия қазақтары да өте қонақжай. Бұл жақта енді мен басында Баян-Өлгейге келгенде оқырманым айтқан маған, сені қарсы алам деп, осы автобусқа отырдың ба, болды, мен білем ғой қашан келетінін, қарсы алам деді. Окей, мен енді Моңғолияға кіргесін, менде интернет жоқ, әлі сим-карта алмадым. Сондықтан келдім, ешкім жоқ. Окей, енді қазір қаланың орталығына барып қонақ үйге іздеп жайғасам ғой десем, бір уақытта машина келіп тұр. Темірхан, қалайсың, кеттік деп. Айтады, кеттік, мен үйімде қон дейді. Мен айтам, жоқ, керек емес, қонақ үйге жайғасайын деп, ыңғайсыз болмасын деп. Сосын окей, қонақ үйге жайғастық, үйіне шақырт, келесі үйге ас бешбармаққа. Сосын мен Улан Батырға келдім, и сосын бір апта оның үйінде тұрдым. Және ыңғайсыз болған жоқ па? Жоқ, ыңғайсыз болмады. Өйткені олар Қазақстаннан көп келеді ғой адамдар. Үнемі бәрі оларды қонады. Өте қонақжай отбасы екен сондай. Оған дейін Моңғолияға көп шетел азаматтары келеді. Сол үйлеріне қонай береді бәрі. Сол жағынан енді оларды үйренген, білет, қай жерде қонақтарға ыңғайсыз, қай жерде ыңғайлы дегенде соның барлығын сезеді оларда. Сосын Моңғолия қазақтары дегенде көп адамдар мені қонаққа шақырды, жай ғана кешкі асқа. Біреуіне бардым, екіншісіне, үшіншісіне, төртісіне, күн сайын кеште біреудің үйіне барып қонаққа барып жүрдім. Әртүрлі тағамдар татып көрдім. Моңғолияның ұлттық тағамдарын, тағы да бешбармақ дегенде солай жай ғана шай ішіп. Сосын қонақжайлық дегенде
Қарақалпақстанда болдым. Ол жақта да өте қонақжай халық. Сонда қарақалпақстандықтар өздерін қазақпыз деп есептейтіні рас па? Міне маған Тұрлыбек жақында осындай информацияны айтты. Негізі терең үңіліп қарасаң, қарақалпақтар мен қазақтар бұл бір ұлт. Кезінде қазақтар ақ қалпақтар болды, қарақалпақтар болды. Сосын Ресей империя кезінде сондай бөліп тастаған. Енді қазақша сөйлейді, рулары бар. Былайша айтқанда олар сол өзіміз ғой қазақтар негізі. Сол оларды қонақжай. Ол Қарақалпақстанда 4 па 5 па күн болдым. Күн сайын кеште бір қонаққа шақырады. Таласып шақырады. Біреулерге өкінішке орай бара алмаймын, өйткені шақырып қойды деп сондай бір хаттарды жазуға тура келіп жүрді. Сондай өте қонақжай негізі. Жалпы қонақжайлық қанымызда бар деген нәрсемен келісесің. Енді байқап тұрғанымыздай ондай бар екен. Енді өзіңнің мысалға жобаңды айта кететін болсақ, қазіргі кезде мына YouTube каналын жүргізіп жатырсың. Алдағы жоспарларың қандай? Контент жағынан, мысалға немесе жаңа YouTube'ты дамыту жағынан. Енді қазақ тілді контенттің даму жағынан жалпы. Қазақ тілді контентті даму ма, әлде өзімнің арнамда? Өзіңнің арнаңда, осы сол арна аясында қазақ тілді контенттің даму. Енді қазақ тілді контент даму дегенде мен жай ғана қазақ тілінде контент жасаймын, сондықтан бұл өзімен өзі жүре беретін жайт. Енді өз жоспарымды айтсам, қай жақтарға бару дегенде бұл өте қиын жоспарлау. Өйткені андай бір орыс тілінде бір мақал бар, өте жақсы жеткізетін. Қалай еді? Ты предполагаешь, Бог располагает дей ма, сондай. Негізінде сол екен. Сен бірдеңе етіп жоспарлап қоясың, ақыры мүлдем басқаша болып шығады. Сондықтан өте қиын бұл жоспарлау. Бірақ былай қысқа мерзімде ойлап отырмын, Ресейге барып келемін. Бұл жақта енді Мәскеуге немесе қаражат болып жатса, Якутияға деп. Якутияға мүмкін осы жол бара алмасам, келесі жыл барармын деп. Сосын Корея мен Жапония деп жоспарлап жатырмын. Сосын ары қарай енді кішкене соңғы кезде тым дамыған мемлекеттерге барып кеттім. Сондықтан бір дамымаған мемлекет, дамымаған деп енді ренжітіп айтпай ақ қояйын, енді біз үшін контент жағынан қызық мемлекеттерге, андай мүмкін африкалық мемлекеттерге дегендей, экзотикалық мемлекеттерге бір бізге өте қызық контент жағынан сондай жақтарға баратын болармын. Бангладеш дегендей, мүмкін Үндістан тағы баратын болармын, көреміз. Оралдың өзіне ма? Ал мысалға сенің жаңағы білдік саяхатыңның спонсоры қазір өзіңсің ғой, енді өзіңнің жұмысың арқылы да, табысың арқылы. Ал жалпы сенің саяхаттарыңды мысалы жарнама түрінде спонсорлауға ұсыныстар болып жата ма вообще? Помимо мысалға YouTube-тың монетизациясынан бөлек. Бар, ол қазір спонсор бар, табылды. Айтуға бола ма? Әрине, бәрін айта беруге біздің подкастта. Алматыдағы РК топ визас деген орталық виза жасайтын. Сонда өте мамандар кез келген визаны жасай береді. Және Алматыда орналасқанымен бұл дейтін еш шегі бар зат емес. Мысалы басқа қаладан мен болды, сондықтан маған қызық емес деген зат емес. Қазір енді заманауи кезде бәрі онлайн жасауға болады ғой. Солар енді маған спонсорлық көмек көрсетуге, мен оларды жарнамалаймын. Сол енді тағы да іздестіріп жатырмын басқа спонсорларды. Әлі бір келісімге келе алмай жатырмыз. Бірақ негізінде қазір басталып жатыр процесс. Мысалы, Түркияға саяхатымды Жусан банк спонсор болды. Енді қазір Еуропаға барғанымда осы РК топ визас. Келесі саяхатта сол РК топ визас бола береді. Тағы да басқа енді спонсорларды қарастырып жатырмын, іздестіріп.
сонда әр барған мемлекетіңе әртүрлі жаңағы жарнама беруші спонсор бола алады да. Мхм. Керемет. Енді Темірлан, бүгінгі подкастымызға келгеніне көп рахмет. Уақытыңды бөліп, осылай жаңа сенімен жақынырақ танысып, өзің туралы біліп, жаңа саяхаттарың туралы біліп, енді қызықты мәселелерде талқылама жасап отырғанымызға өте қуаныштымын. Сенің жаңағы саяхаттарың керемет оңды болсын, контенттерің керемет болсын. Алдағы уақытта жаңағыдай видеоларыңды қарап, қазақ тілінің дамуына үлесін қосып жатқаның үшін мыңда бір рахмет. Сіздерге де рахмет. Қызық екен осы Оралда сондай сапалы деңгейде сондай өте мықты подкаст студия бар екен. Сол Тырысып жатырмыз сіздерге пайдалы контент жасауға. алғыс тілеймін, табыс тілеймін, және сіздерді түсінемін. Ең бастысы сіздерге тілейтінім, сіз мұнда шақырғыңыз келетін қонақ оңаймен келсін подкастқа. Көп рахмет. Көп рахмет.